Қайырлы күн оқырмандарым, сіздермен бірге арайлым, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге қаймақты соусты пайдаланып, тауықтың етінен ыстық астың рецептісін ұсынатын боламын. Бізге қажетті тауықтың кез келген еті, мен сан етін пайдаланып жатырмын. Дәл видеода көрсетілгендей мен сыртын алып тастаймын. Әрбір жерін кескілеп, тұздап, бұрыштап, біраз маринаттауға қоямын. Көп маринаттаудың қажеті жоқ. Шамамен бір 5-10 минут тұрса болғаны. Тауығымыз маринатталғанша отымызға табамызды қойып, үстіне майымызды құйып, қыздырып аламыз дағы еттерімізді табамызға орналастырамыз. Бетін жауып, екі жағын қуыруға кірісеміз. Бір пиязымызды ұсақтап турап, қазір тауығымыздың екі жағы қуырылғаннан кейін пиязымызды қосатын боламын. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Егер де менің видеом ұнап жатса, достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісулеріңізді сұраймын. Бұл асты кез келген гарнирмен ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді, үлкенге де, кішіге де ұнайтынына сенімдімін. Міне екі жағы қуырылғаннан кейін сарымсағымызды қосып, бетін жауып қоямыз. Ендігі кезекте үстіне құятын соусты әзірлейміз. Соусымызға 200 грамм су, 2 ас қасық ұн және шамамен 100 граммдай қаймақ қажет болады. Венчиктің немесе шанышқының көмегіменен жақсылап араластырамыз. Ішінде комочектар болмау керек. Мінекей біздің соусымыз дайын. Ендігі кезекте біз бір тісше сарымсағымызды ұсақтап турап, қазір табамызға саламыз. Сарымсағымызды салғаннан кейін, шамамен 2 минуттан кейін соусымызды араластыра отырып үстіне құямыз. Соусымызды құйғаннан кейін 10 минут ұстаймыз. 10 минут қайнатамыз. 10 минуттан кейін біздің асымыз піседі. 10 минут өтті, біздің асымыз пісті. Мен күрішті пайдаландым гарнирге. Сіздер кез келген гарнирді пайдалануларыңызға болады. Міне етіміз өте піскен, үгіліп тұр. Өте дәмді. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын.